Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры ағымдағы жылы әлеуметтік төлемдерді жоғарылату үшін түрлі схемаларды қолданатын 1400-ден астам жеке кәсіпкерді анықтады. Қор азаматтарға төленетін төлемдерге бөлінген қаражаттың мақсатсыз пайдаланылуын болдырмау мақсатында жүйелі түрде жұмыс жүргізіп келеді. Тексеру жұмыстары Қазақстанның барлық аумақтарында жүргізіледі. Түрлі заң бұзушылықтары анықталған бір қатар жеке кәсіпкерлер туралы ақпарат құқық қорғау органдарына жолданды. Сондай-ақ қолданыстағы заңнама аясында жаңа өтініш берушілердің құжаттарын қарауға бақылау күшейтілді. Бұл шаралар заңсыз әрекеттердің алдын алуға және оларға жол бермеуге бағытталған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің барлық қатысушыларына олардың мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударылған нақты табыстары мен жүйеге қатысу өтіліне сәйкес әділ әлеуметтік төлемдерді қамтамасыз етеді. Алаяқтық әрекеттері үшін заңнамада қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын еске саламыз.